Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге меруерт. Мандариндер жаңа жылдың символына айналғандай. Жаңа жылдық дастарханыңызға көрік беріп тұратын осындай мандарин күй салатын жасап көріңіз. Дастарханға ерекше көрініс беріп, көркін ашып тұрады. Оған қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен филе, сәбіз, жұмыртқаларды суға пісіріп аламыз. Суға піскен заттарымызды суытып алғаннан кейін филені ұсақтап майдалап тураймыз. Туралған заттарды үлкендеу ыдысқа сала береміз. 2 жұмыртқаны сарысымен қосып теркаңыздың ірі жағынан өткізіңіз. Оны да ыдысқа салыңыз. Сиырды теркаңыздың майда жағымен өткізіңіз, сосын оны да ыдысқа салыңыз. Майонездің қай түрін пайдалансаңыз да 67% алыңыз. Себебі ол салатқа араласқаннан кейін суланып кетпейді. Майонезді тураған заттарыңыздың көлеміне қарай салыңыз. Аз болғаны жақсы, көп болып кетпесін, себебі бұны кейін томалақтаймыз, сол кезде жабыспай қалуы мүмкін. Сладкий салат және чесночный салатты жақсы көретіндер бар. Араларыңызда чеснокты жақсы көретіндеріңіз бар болса, жарты чеснокты теркадан өткізіп, салып жіберіңіздер. Негізінен осы салатқа чеснок салған жақсы үйлеседі, дәмі өте керемет болады. Араластырған салатымыздың қоюлығы міне осындай болуы керек. Қызыл сәбізді бөлек ыдысқа терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Бізге мандариннің сыртына форма беру үшін пищевая пленка қажет болады. Оны ашып, 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Мандариннің көлемі кіші болсын десеңіз 1 ас қасық, үлкендеу болсын десеңіз 1,5 ас қасық алыңыз. Негізі кішкентай болғаны сұлу көрінеді. Пищевая пленканың дәл ортасына қасықпен салып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Беткі жағын осындай тегіс етіп, жарық қалдырмай жайып шығыңыз. Салаттан да 1 ас қасық қолымызға алып, оны домалақтап бастаймыз. Кейін оны жайған сәбізіміздің дәл ортасына қойып, пищевая пленканың 4 жағынан ұстаймыз да бірден көтеріп, үстіне жабыстырамыз. Сәбізді домалақтаған шариктің сыртына жақсылап жабыстырып, әрі мандариннің формасын беріп, домалатып шығамыз. Пищевая пленканы абайлап ашамыз. Сары сәбіздің түйілген жағы сопақтау болып шығып тұрады. Ол жерді де саусағымызбен басып, формаға келтіріп жібереміз. Мандариннің осы түйілген жері астына қарап тұрады. Осылайша тарелкаға түйілген жерін астына қаратып саламыз. Мандаринге ұқсауы үшін үстің жағын аздап қана саусағымызбен басып қоямыз. Ал мандариннің сабағы сияқты болып тұру үшін мен қара горошекті пайдаландым. Осы кезде үйіңізде қара горошек болмай қалса, сабағына ұқсайтын басқа нәрсе қолдануыңызға болады. Түрі мандариннен аумайтын, дастарханыңызға көрік беріп тұратын осы салатты жаңа жылдық дастарханыңызға жасап қойыңыз. Идеяңызға, фантазияңызға қарай салатный листтермен және тағы да басқа зеленің түрлерімен көркейтуге болады. Осы ингредиенттерден менде 9 дана мандарин шықты. Үйлеріңізде тік-төрт бұрыш немесе овальной тарелкаларыңыз болса, 3 данадан салып қойсаңыз, өте әдемі көрінеді. Сіздерге ас болсын.